Әр аулаға заманауи футбол алаңы. Биыл қала әкімдігі тұрғындарды салауатты өмір салтына баулу мақсатында шағын футбол алаңқайларын тұрғызуды қолға алды. Хименка 2 көшесіндегі аулада бұрындары жергілікті балалар құмды жерде сүйікті ойындарын ойнайтын. Осы жолы орайы туып, оларға да футбол алаңы қойылып жатыр. Ертең міне бітірсе, қандай жақсы ойнап ертең. Уже білеміз, ана жаққа кетеді, мына жаққа кетеді, мына жердесінің алдында ойнағаны жақсы ғой өте. Конечно, будем очень довольны, очень рады, что устроят нам такую площадку для детей. Это, во-первых, радость для детей, чтобы они там игрались, и развивается Петропавловск очень хороший. Что в каждом дворе вот так вот делали такие площадки. Раньше играли на другом дворе. Бұрын біз көрші аулаға барып доп ойнайтынбыз. Енді өз ауламызда жаттығуларды өткізіп, шеберлігімізді шыңдай аламыз. Я очень рад, что Маған футбол ұнайды. Ересектердің ойынын тамашалап қызығатынмын. Жаңа алаңның тұрғызылуымен достарымен бірге футбол ойнаймыз. Санаулы уақыттан соң балғындар жасанды газонда доп қуалай алады. Ал Жуков 3 мекен жайында футбол алаңы жуырда тұрғызылды. Айта кеткен жөн, биыл қалада 10-ға жуық осындай заманауи орын пайда болады.